Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түс жору бойынша түйе нені білдіреді? Ең алдымен каналыма жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Зообақтағы түйе нашар белгі. Өзіңізді қолға алып тұлға ретінде шынданыңыз. Түйені көргеннен кейін өміріңізде қиын кезең басталып, кедергілерге ұрынасыз. Түйе жүгін қалай көтеретіні есіңізде ме? Сол секілді сіз де басыңызды тік ұстап, ауыр қиындықтардан қашпаңыз. Тек осы жағдайда ғана өміріңізді түзете аласыз. Түйе көрсеңіз, ол жақсы белгі. Шыдамдылық пен төзімділік танытсаңыз, кедергілер тізбегін үзе аласыз. Жануарлардың иесі болсаңыз, істеріңіз алға басады. Шөл даладағы керуен ұзаққа созылған аурудан айығу немесе соңғы уақытта келген көмек. Түйемен саяхаттасаңыз, мақсатыңызға өзіңіз қалағаннан баяу жақындап келетініңізді білдіреді. Жалғыз өркешті түйе оңтайлы шешілетін қиындықтарды білдіреді. Соның арқасында біраз қаржыға ие боласыз. Өзгеше түсті түйені көрсеңіз, көптен бері көрмеген достарыңызды жолықтырасыз. Бойдақ еркектер бұл түсті көргеннен кейін болашақ жұбайы болар қызды кезіктіреді. Қара түсті түйе байланыстың ұзаққа бармайтынын хабарлайды. Екі өркешті түйе бастаған әр істің сәтті жүреді. Өте қолайлы лауазымға ие болып, тұрмысыңызды жақсартасыз. Шөл далада тікен жеп жатқан түйе қандай да бір жаңалық не жағдай қуанышыңызға сыза түсіретінін білдіреді. Түйе көбіне ол арқаға артылған үлкен жүкті білдіреді. Өзіңіздің аямай жұмыстың үстіне жұмыс алып жатырсыз, сондықтан қиындықтарыңызда көбеюде. Шауып бара жатқан түйе жақында қиын жұмысқа кезігетініңізді білдіреді. Егер түйенің үстінде өзіңіз отырсаңыз, еңбегіңізді арқасында бақыт пен дәулетке жетесіз. Оның иесі болсаңыз, бастаған әр ісіңіз сәтті жүреді. Тақыр шөлде кетіп бара жатқан керуен дерттен сауығып, соңғы мезетте күтпеген жерден сізге біреудің көмектесетінін білдіреді. Бірнеше үйір түйеңіздің барын көру, билік пен шексіз байлық. Жануарлардың жақындағанын көрсеңіз, сақ жүруіңіз керек. Екі өркешті түйе жақсы белгі. Өз еңбегіңіздің арқасында танылып, беделге ие боласыз. Мүмкін ержүрек іс жасарсыз. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.